бұл Sensei сервис және оның негізін қалаушы Дамир. Бірақ сосын 6 айдыкін шығардым да минус екен. 6 ай бойы сонда минусқа жұмыс Мана, жасадыңыз ба? мен бірақ кассада ақша бар, мен как будто келіп жатқан сияқты. Сонда жарты жыл өміріңіз солай өтті. Иә. Сосын Адамдарда бүкіл өмірі солай өтуі мүмкін да? Иә. Қандай проблемалар болуы мүмкін? Ол батарея атына жарылуы мүмкін. Қазір өте көп істеніп жатыр да. Потому что бізді до конца ұстайды прям. До конца прям жарылмағанша. Бұл кәдімгі обычно машина сияқты ғой, негізі ішіндегі детальдарын ауыстыруға болады да жыл сайын. Бізде рынокта 90% бизнеста жалпы ол сөзді білмейді даже. Супер. Мынау енді метод кайдзен ғой. Көбінесе уақытылы істей алмайтын болдық. Сосын бізде осының бәрін енгізіп жайлап, қайда не тұрады, қандай құралдар, не керек, лишненің бәрін алып тастап, уже уақытты қысқартып. Егер, например, батарейканы бір сағатта жөндесек, қазір примерно 40 минутта істейміз. Жалпы андай естідім, Ақтөбе ажарына бүкіл адамдар тек осы жерге ғана келеді деген солар рас па? Баршаңызға сәлем, мен есімім Дәулетхан, маркетологпын. Бізде жаңа рубрика бұл 1% деп аталады. 1% деген бұл аз-аздан үздіксіз даму мақсатында осы рубриканы атап жатырмын. Бүгінгі бізде қонақта, яғни біз бүгін қонақтамыз. Бұл Sensei сервис және оның негізін қалаушы Дамир. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Қош келдіңіз. Қалайсыз, Дәке? Так, Дәке, мен жаңадан рубрика бастап жатырмын. Ақтөбе қаласындағы кәсіптермен, бизнестермен и олардың основательдерін таныстыру мақсатында. Бүгін қысқа нұсқа, ешқандай шаблон жоқ. Еркін, қазақша, орысша, ағылшынша. Содан кейін барлық процесстерде көрсете алсаңыз, қарап шықсақ, өте қызық. Кеттік. Так, қай жақтан бастаймыз? Білмеймін, любой. Сұрақ қойыңыз, айтамыз ғой. Сұрақ қойғанда бірінші жалпы өзіңіз проект туралы айтып жіберсеңіз. Қандай сервис? Бізде Sensei сервис ашылғанымызға бір жылдай болды. Осы февралде бір жыл болады. iPhone техникасын жөндейміз. iPad, iPhone, MacBook. Чисто тек осы направлениеда. Тек қана Apple продукциясына ремонт жасайсыз. Иә, дұрыс айтасыз. Так, қарамағымызда примерно 10 адам жұмыс істейді. Инженерлері бар, финансистер бар, бухгалтер, инженер, так, не бар, пайщиктер бар, колл-центр бар. Так, окей. Енді қандай услугалар бар сізде? Сол туралы айтып жіберсеңіз. Услугалар бойынша бізде енді көбінесе келетін замена батареи, замена экраны. Енді нақты топ айтамын. Замена стекла бар, камера, ең телефонды құлатып алса, біз істемей қалса, данныйларын шығаруға болады. Сосын увеличение памяти бар. Увеличение памяти істеуге болады. Мына жерде көбінесе проблема адамдарда новый телефон алмау үшін 128 болса, несін миындағы памятini алып, нетуге болады. Басқа память қондыруға болады 1 гигабайтқа дейін. Уже новый телефон алу қажеті жоқ та, былай айтқанда. Так, енді қысқаша бүкіл процесстерді қарап шықсақ. Сізде мына телевизорлар не үшін, содан кейін жалпы жұмыс қай жерден басталады? Так, мына телевизор вообще қалай идея пайда болды? Көбінесе енді мен осы сферада бір 15 жылдай болды ғой. И көбінесе бәрі қорқатта запчасти ұрлау кезінде өте көп болды. Ол бір. Қазірде де бар ғой да негізі ұрлау? Бар шығар, бірақ енді адамдарда мен білмеймін, көбінесе мастерлер ұрламайтын сияқты, мен ойымша олар сындырып алады да, бірақ айтуға қорқады. Сөйтіп мен ойлаймын өзім. Сол процесс не болғасын біздер осындай қойдық. Ремонт при клиенте деп аталады. Адам келіп отырып, мына жерде қарай алады да процесстің бәрін. Данныйларын қорқады, например, данныйлар бар ғой өзінде, ешкім көрсеткісі келмейтін, соларды нетпеу үшін біз осылай істеп қойдық та бәрі. Келіп қарайды, зато уже уверенно болады да. Так, сосын ана жердегі барлық элементтерді процесстерді. Басынан жаңа екінші сұраққа жауап берейін сіздің. Бізде процесс осылай басталады. Адам келген кезде біздер диагностика, без вскрытия телефоны істеп береміз. Мына жерде ол ешқашан сатпаймыз оған нетпейміз. Чисто приемчик полностью айтады да, қай жеріңізде қандай ақаулары бар, бәрін полностью көрсетеді.
уже ол жақтан осындай рекомендация береміз. Например, памятпен заполненный болса айтамыз, сізде память заполненный, егер мүмкіндік болса үлкетіп алуға болады, болмайатса ішіндегі нелерін телеграмда, WhatsAppта чаттарды өшіріп тастаймыз. Ол не үшін? Ол үшін бізде ақша алмаймыз, бізде мына бәрі бесплатно. Мына жерде получается ол істелетін нәрсе өз данныйларын жоғалтып алмау үшін. То есть полностью рекомендация береміз, телефон өзі енді қарайды. Кейбіреулер уже ауыстырады, кейбіреулер осылай қала береді. Сосын мына жақта бізде не қарай аламыз? Батареяның состояниесын қарай аламыз да. То есть клиентке уже заранее айта аламыз, сізде уже 82, уже 80-нен түскеннен кейін 2-3 айдан кейін уже ауыстыру керек. Егер ауыстырмасаңыз проблема болуы мүмкін. Қандай проблемалар болуы мүмкін? Ол батарея жарылуы мүмкін. Қазір өте көп істеніп жатыр да. Потому что біздікі до конца стоит прям. До конца прям жарылмағанша. Сосын не данныйлар жоғалтып алуы мүмкін. Дополнительно шығын экран сындырып алуы мүмкін. Например, экранда дополнительно шығын болмау үшін батарейкасын уже ауыстырып алса, уже қандай қалған проблемалар уже болмайды да ол. Бізде адамдар көбісі сондай ғой, мысалы, осындай iPhone алғаннан кейін, негізі жыл сайын ауыстыру вообще қажет емес қой негізі. Бізде барлық функциялар бар негізінде. Жай ғана мысалы ішіндегі памятті ауыстырып алсақ, то есть памятті үлкейтіп алсақ, и батареяны жаңартып алсақ. Сол жеткілікті. Басқа ештеңе керек емес. По идее, Бұл кәдімгі обычно машина сияқты ғой, негізі ішіндегі детальдарын ауыстыруға болады да жыл сайын. Бірақ көбісі почему-то басқаша ойлайды екен, андай iPhone-ды ішін ашқым келмейді деген сияқты. Вообще көбі мындай клиенттер болып, ол ашыла ма, батарейкасы ауыса ма деп. Даже білмейді адамдар бар. Так, содан кейін сізде мына жерде диагностика өтеді. Егер телефон қалдырам десе, полностью қабылдап аламыз. Бізде квитанция жоқ, потому что квитанция көп жоғалтып алады адамдар. Улучшение қылып, бізде CRM программа бар. Сол жаққа полностью енгіземіз, данныйлары өмір бойы болады. Қашан келді, қалай төледі, қандай моменттер болды, қандай поломка, бәрін полностью жазылып тұрады. Так, мына жерден көре аламыз ғой да? Вот, например, Артур закрыт деп тұр, новый алсақ, Apple Watch, номер телефоны, мына жерде бәрі көріңіз. Қашан келді, қашан оны принимать етті, қай жері сынықты, бәрін көрсетеді болды. Ол любой, егер даже по гарантия болса, келіп айтады, бізде базада шығып тұрады да полностью. Все. Келіп, ондай тасып керек емес та ол квитанцияны. Күшті, супер. Негізі CRM деген таныс сөзді естіп қалдым. Жалпы мен өзім маркетолог болғаннан кейін білем ғой, бізде рынокта 90% бизнеста жалпы ол сөзді білмейді даже. Мен жоқ деп айтайын деп отқан жоқпын. Соның 10%-ның 5-еуі біледі, то что сондай CRM система бар екен. Қалған 5-еуі соны орнатып жұмыс жасайды да. Так, дальше содан кейін осында келеді, содан кейін келесі бізде этап ол чек-лист деп аталады. Біздер енді көбінесе адамдар құлатып алғаннан кейін телефон қалай істейтінін білмейді да. Кей нәрселерді даже олай болады, чехолын сындырып алса да артын чехол андай қара болса, көбінесе қалған кейін ешкім ашып қарамайды да. Сондай моменттері бар, арты сынып қалды ма деп білмейді да олар. Осындай моменттер клиентпен разногласие болмау үшін бізде чек-лист бар. Біздер полностью телефонды қабылдап аламыз осымен. Біз приемщик бәрін тексеріп алады. Егер басқа ақаулар болса, звондап айтады, апа, сізде кроме ақау басқа да проблемалар бар. Ондай случайлар өте көп болды. Біз полностью суретке түсіріп аламыз. Егер клиент келіспей жатса, фотосын, видео отчетін келіп көрсетеміз. Супер. Тағы да екінші плюс. Жалпы чек-лист деген енді көбісі білетін шығар. Бірақ бұның енді жақсы жағы қабылдап алатын адам еш нәрсені ұмытпай, бәрін тексеріп шығады да. Не көрсеңіздер, өте керемет. Так, содан кейін? Так, содан кейін бізде получается процессте полностью қабылдағаннан кейін бізде осындай неге салады, ящикке. Мынау не үшін? Экран, сосын нелер корпуста царапина болмау үшін, ішіндегі нелер жоғалмау үшін детальдары осылай неге салынады. Әрқайсысын арнайы өзінің орны бар. Арнайы орны бар. Осы алып хранение дейді ғой былай айтқанда. Сосын ол жақтан чек шығарылып, жақтан шығарып аты жөні, номер телефоны бәрі белгіленеді да. Кімдікі телефон. Шатырсыз болмау үшін, проблема болмау үшін. Күшті. Одан кейін осы этаптан кейін полностью уже
неге кетеді, осы процесске кетеді. Мына жерде бізде конвейерный сборка деп аталады. Бәрі поэтапно істеледі да. Неге? Себебі қалай келдік біз осыған? Бізде до этого каждый инженер, например, 8-10 телефон істеуі мүмкін. И загруженность өте көп, многозадачность өте көп. Мен соны түсіндім да. Сосын ойладым, оны қалай істеуге болады. Сосын алдық, оны просто конвейермен бөліп жібердік. Біз мына жақта чисто шашады, мына жақта чисто тазалайды, үшінші конвейер уже жинайды. И біз уже любой циклда алып уже нете береміз. Супер. Мынау енді метод кайдзен ғой, по сути. Кайдзен технологиясы деп ойлаймын, енді содан келатқан нәрсе ғой. Сосын бізде енді көп проблемалар болды. Көбінесе уақытылы істей алмайтын болдық. Сосын бізде осының бәрін енгізіп жайлап, қайда не тұрады, қандай құралдар, не керек, лишненің бәрін алып тастап, уже уақытты қысқартып. Егер, например, батарейканы бір сағатта жөндесек, қазір примерно 40 минутта істейміз. Енді бұйырса оны 30 минутқа апарамыз келіп тұр. Енді ол күтті улучшениялар ғой. Күнде улучшение болды. Мына енді мастердің орнымен бір таныстырып жіберсеңіз, өйткені мына жердегі каждый деталь маңызды ғой. Мысалы, мына жерде мастер отырады. Бәрі көз алдында и қолына жақын орналастыру үшін негізінде қойылған ғой. Иә, сонда жүреді. Так, мына жердегі енді мына біздің мастердің өзі, Мирас деген мастер бар. Өзінің ойлап шығарғаны, себебі мен өзім оң қолмен істеймін да. Оказывается, ол кісі сол қолмен істейді екен. Енді любой сменаға шыққан кезде, например, оңға солға болса, осы не болады да өздері. Левша болса, мына жақтың левша уже былай істеп қояды. Супер. Правша болса, ортаға алып қояды. Ремонтқа керекті барлық нелер бар да? Нәрселер, мына жақта конвейерден шығады, мына жаққа қояды, получается. Бәрі қасында лишний движение істемеге тырысамыз біздер енді. Күшті. Так. Мұнда нелер бар? Мұнда енді біз өзіміз запчасти полностью оригинал. Оригинал наличиеда ұстауға, 80% ұстауға тырысамыз. Себебі осыдан ремонттың тездігі тоже байланысты өте. Сосын бәрі шешілген. Телефоннан шешілген, бізде закуп істейміз. Олар получается Гонконгта былай айтқанда не болады? Выставка емес, қалай айтады? Аукцион болады. И олар полностью сатып алған разбирать етеді, содан бізге бушный ретінде жіберіледі. Бірақ мына нелер 3 стадияда тексеріледі полностью. То есть ана фотоотчет бәрін жібереді. Келіп енді гарантийный случайлар болады. Потому что үлкен объем болғасын. 1 жыл гарантиясын береміз клиентке, проблема жоқ. Келіп, спокойно ауыстырып кетеді. Осы сіздердің ремонтта бір стандарттар бар ма? Жалпы. Стандарттар бізде сол чек-листтің стандарттары ғой. Это получается бізде обязательно влагозащиту қою керек. Сосын праймер деген мазь бар, соны специально жағып, оланы былай айтқанда корпус пен экранның ажырамау үшін істелетін нәрсе ғой. Сосын ішіне су, шаң кірмеу үшін. Сосын обязательно пресс. Оны енді біз Ақтөбеде ең бірінші болып енгіздік қой, по идее. Қазір басқаларда бар ма ол? Қазір басқаларда бар, бірақ қалай айтуға болады? Мына жерде проклейкаге көп назар аудару керек та, себебі подделкалар өте көп. Проклейка деген міне осы нәрсе ғой. Мындай подделкалар өте көп, кейбір мастерлер былай айтқанда не разбирается дейді ғой. То есть сапасын қарау керек постоянно. Егер мына дұрыс болмаса, қалған бәрі бесполезно істеген. Тек отмазка ретінде істеп қояды да, бар деп болды. Так, енді мына жерде тағы түсіндіретін нәрселеріңіз бар ма? Или мынау туралы айтып шығамыз ба? Мынау енді простой ғой, чек-лист уборки. Бізде техничка жоқ, балдар өздері жинайды полностью. Например, там дюжинный болады, понедельник, среда, пятница кім дюжин, полностью отметка істейді, бәрін жинап шығады, сосын группаға жібереді. Біз уже білеміз, то, что бәрі жиналды, бәрі істелді, проблема жоқ. Так, негізі кайдзен бойынша тазалық ең бірінші орында да? Иә. Так, кеттік онда ары қарай. Жалпы айына қанша клиент қызмет 200
270 ол ремонт айта аламын тек. Потому что аксессуар бар, ол нақты айта алмаймын қанша. 270-300 ремонт істейміз ғой. 300 ремонт. Так, супер. Жалпы андай естідім. Ақтөбе ажарына бүкіл адамдар тек осы жерге ғана келеді деген. Солар рас па? Просто ана жақтан келе жатырмын да. Рекомендация өте көп. Бәрі ұйықтап жатыр екен. Жоқ, просто мен тек қана сіз туралы емес, жалпы бутиктардың ішіндегі бізде салыстырып жатырмын. мына Румыния, сосын біздер ғой, көбінесе трафикта. Көбісі ұйықтап жатыр екен да, просто. Так. Мына жақта айтатын бірдеңелер бар. Мына жақта айтатын бар. Сұраңыз. Так. Заводской біз енді көбінесе аппараттар қолданамыз. Печка бар, енді полностью сосын буш телефонда жинаймыз, сатамыз өздеріміз сатып жинаймыз. Уже ол кісіден алғанша бізден алған жақсылап, сосын біз 6 ай гарантиясын береміз. Так. Жалпы өзіңіз бұл салаға қалай келдіңіз? Бұл салада мен галерея деген не болды, обои, 12-да Азайтовна орында, сонда жұмыс істедім. Грузчик болып, сосын менеджер, жас қатта болып. Сосын дос балам, Жандарбектен дос балам бар, сол бізге жұмыс істе деп шақыртты. Ол бізде бірінші точкамыз свой мастер деп аталды. Мен қойдым оны бизнес-центр мирде. Сол жақтан бастадық. Сол 15 жыл өтіп кетті ғой. Так. Содан кейінгі проекттеріңіз туралы айтып жіберсеңіз. Проекті так. Одан кейін бізде енді біз андай бір 2-3 квадраттан бастадық нектарда. Одан кейін бізде проект смартфон болды, енді үлкен. Ол жақта біз енді 700 ремонт істедік полностью. Енді ол жақта инженер, команда бәрі полностью, комплектация бәрі полностью болды. Ол жақта енді біздер качество бере алмадық, себебі ремонт модельдері өте көп. Samsung, Vivo и бере алмадық ол качествоны. Содан бір енді өзім бір неткен нәрсем, чисто бір нәрсемен айналысу керек. Себебі качество беру үшін. Яғни Т модель бойынша. Т модель бойынша. Тек қана Apple өнімдеріне. Супер. Так, ремонттан бөлек. Аксессуарлары бар, я біз енді аксессуар Басиус деген компания, мен өзім ұнайтыны. Солармен жұмыс істеймін, сосын оригинал адаптер, шнурлар. Поделкалар енді өте көп. Біз енді по возможности тексеріп аламыз, клиентке бір жыл гарантиясымен береміз. Так, енді себебі мына өте байланысты, неге қазір көбінесе көп нелер болып жатыр, андай атылып жатыр ғой, адаптерлар, сосын Шалқар ауданында да біреу несін ердің нетіп алған, түнімен қалдырған кезде осындай проблемалар өте көп дейді, осыған көп мен беру керек. Несі бәрі базар жақтан, неде жақтан арзандап алады да, сосын осы проблема. Сосын телефон зарядтаған кезде, егер оригинал болмаса құртып жібереді. Именно зарядталмай қалады, себебі ішінде микросхемасы өте слабый да олар. Мұны жа қарау болады, көріңіз, ремонт 3-ші стадияға келген кезде олар полностью уже тексеріп алады да. Батарейка қойған кезде қалай не істейтінін, фотоотчет, айтпақшы бізде фотоотчет бар. Фотоотчет после ремонта. То есть іші мынаны бәрін көріңіз ба, іші тап-таза да. Бәрін тазалап нетіп қойды. Көріңіз қалай әдемі. Проклейкасын бәрін қойып қойды. Осыны біз істедік деп нақты фотосын клиентке жібереміз. Все. Бізде претензиямыз болып жатса, сол мастерді қараймыз. Қалай не болып жатыр. То есть кінә қай жақтан кетті, біздерден болуы мүмкін. Біз оны нетпейміз андай. Не скрываем дейді ғой. Просто біздер уже нақты осы кісімен жұмыс істейміз. Түсіндіреміз, қай жақта ошибка да, сабағын береміз. Прокачка істейміз ғой, былай айтқанда. Все, осы жаққа істеп болғаннан кейін пресске кетеді. Пресс полностью фотографиямен болады. Мына өзінің стандарт отчеттар бар, қалай да, қалай жинау керек, қалай фото істеу керек. Кітаптар бар, келіп кітап оқуға болады. Мына жерде бүкіл кітаптар сіздікі ма сонда? Иә, менікі. Көріп тұрмын, мына жерде алдында бір кітап оқу едім. Мен кітаптарым қайда? Маркетинг туралы. Маркетинг. Норма. Жалпы маркетинг демекші. Я не спец в этом. Я же производственник. Маркетологпен жұмыс жасаудың маңыздылығы қандай? Реклама жіберейін. Маркетологпен. Мен ойымша, вообще, если есть возможность, сам владелец бәрін білу керек та. Отбор, найм,
продукт енді 100% емес, бірақ какой-то возможно фундамент білу керек. Понимание болу керек. Болу керек, потому что сіз команда жинаған кезде сіз оны қандай задание бересіз да, қалай контроль тұтуын бәрін білу керек. Без этого никак. Так, супер. Маркетолог керек. А сізде финансист бар ма? Финансист бар, иә. Мен соған таңғалғам. Жалпы қашан таңғалдыңыз? финансист бар деген естіген кезде. Да. С ним можно работать дедіңіз, да? Мен мысалы тоже үлкен проекттермен жұмыс жасадым. Ол жерде жеке мысалы өздерімен бірге жасап келе жатқан финансист жоқ. Сол бұрынғы форматта бухгалтер бар. Мысалы енді өздеріңіз сіз де білесіз ғой, енді бухгалтер тек қана прошлойды есептейді, финансист будущее деген сияқты. Өте супер. Жалпы финансовый грамотностьқа келетін болсақ, негізі қазіргі келіп жатқан аудитория сіздерде кім? Мысалы ремонт жасататын. Бізде мен бір 20% молодежь шығар. 30% деп қояйын. Молодежь, иә. Енді андай көбінесе бәрі iPhone ұстайтынды бәрінде ғой, көбінесе. Я так думаю, что у всех, да? Сколько у нас по этому? У всех 50/50. Молодежь тоже много приходит, да? В основном, да? Где-то процентов 30, Да. 30 молодежь, собственно, процентов 60 бумеры. Бумеры. Бумер называется. Күшті. Негізінде жыл сайын iPhone алудың қажеті жоқ та. Жүріп қой мен. 13 Pro Max. 13 Pro Max. Иә. Суретке түсіре ма? Түсіреді. Что там? Сөйлесуге болады. Камерасы жақсы. Бізге керекті бүкіл функцияның бәрі бар. Иә. Сізден басқа сервистер келіп консультация ала ма негізі? Или басқа кәсіп болсын деген сияқты? Иә, бар. В основном по неден алады кайдзен. Кайдзен, мен байқағанымдай, вот жаңа финанс туралы айттыңыз ғой, 90% да жоқ қой Ақтөбе қаласында. Мен Қазақстан айтпай қояйын, 90% жоқ. Ешкім істегісі келмей ма или түсінбей ма, потому что көбінесе сосын путают финансист с бухгалтером. И оны проектті плюста, минуста білмейсің да. Как будто өзің бір алдап жүрген сияқты. Енді я всем советую сразу начинать сразу финанс. И вообще, по идее, біз дұрыс істемейміз ғой. Даже мен дұрыс істемеймін. Бәріміз дұрыс істемейміз негізі. Енді былай айтқанда, любой бизнес моделін еткен кезде вообще финансистпен ақылдасу керек деп ойлаймын бірінші. По сути, бізде бірінші ашамыз, сосын барып финансистпен ақылдасамыз ғой. Иә. Найым қалай сізде? Мысалы мастерлер. Найым текучка енді ондай мықты деп айтпаймын. Альхамдулилля, шүкір, жақсы біздерде. Енді көбінесе молодежь ғой бізде. Бірақ молодежь енді андай жұмыс істегісі келмейді көбінесе. Мен, например, недавно отборный істедім. 1600 просмотрдан бір 600 заявка болды. 600 заявкадан бір 20 келді. И көбінесе бәрі курьерда. Курьер болып жұмыс істеген. Сосын слишком ондай ақшасы завышенный 500 мың сондай табыс келеді енді. Бізде ондай средний зарплата 250 мыңға Ақтөбеде. Енді біз тараймыз, енді біздер обучение бізде бесплатно. Біздің обучениялар енді кемін дегенде нормальный обучение 2 миллиондай, 3 миллиондай тұрады. Себебі инженер өте востребованный, да, по идее. Любой бізден оқытты, бізден кетіп қалса да, любой қалада жұмыс табылады ол кісіге. Получается, сіздерге бір жұмыс іздеп жүрген адам келіп, мына жерден обучение өтіп, мастер болып кете алады да? Иә. Біздің андай задача жоқ та бізде. Все, сіз маған өмір бойы жұмыс істейсіз. Мен даже балдарға айтам. Моя первая задача это, чтобы сіздер как профессионал ретінде басқа жерге кетіп қалсаңдар да, профессионал кету керексіңдер да. Болды. Жалпы сіз не нәрседен мотивация аласыз? Оның бәрі не үшін? Қиын сұрақ, оны ойламаппын. Өзіне просто, наверное, ұнайды. Ұнамаса мен, наверное, не занимался бы этим деп ойлаймын вообще. Соның арқасында пока енді ислам тұрғысынан қарағанда или не, әлі оны енді процессте да ол, миссия әлі ізденіп жатсық.
жалпы компанияның миссиясы, ценности деген нәрселер По миссии Бар енді ма? бар, бірақ пока ол командамен неде процессте да. Потому что мен оны өзімді құра аламын, бірақ маған важно, чтобы именно команда шынайы жүректен миссияда. Ценности енді біздер стараемся никого не обманывать. Открытый ремонт сіздерде енді бізде. барлығы не ғой, ашық түрде Ашық, ашық, адал иә. Біздер көрсету, иә. ешқандай алдаусыз, то есть Иә, клиентті өздерімізді, бір-бірімізді сол ценность алдамау. жалпы недовольны болып кеткен клиенттер бар ма? Недовольный клиенттер бар, иә. Енді мұндай случайлар болды, вот недавно. Бір қызға біздер ремонт істедік. Қате бізден кетті. Ол қыз келді, бірақ былай айтқанда біз ол қатеге внимание не обратили, жібере салдық та біздікі емес деп. Ол басқа жерге барып істетті. Басқа несін ошибкасын айтқанда тапқан ғой. Тапқан, айтқан, бірақ ол ұнаған ондай ол кісінің ол андай обратная связь берді да. Бірақ обратная связі былай айтқанда дұрыс та. Айтты, осы сіз жақсы істеп бердіңіз, маған вообще претензия жұмысы жоқ, мына жерде сіздер қателестіңіз. Біздер не істедік, біз алдық та, ремонттың ақшасы қанша төледіңіз? 20 мың төледім деді ана кісі. Біз ақшасын қайтарып бердік, сол ремонтқа болды. Ұнаған жері андай не болған жоқ та ол кісіде. Былай айтқанда, сіздікі дұрыс емес, мен жазам. Адекватный обратная связь берді. Мына жаққа қарай өтсек. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Так, сіздің клиенттер келіп жатыр екен, жолына тұрып алмайық деп. Жалпы неге сенсей деп қойдыңыз сервисіне? Енді бізде көптеген проекттер болды ғой. Апгрейд деген болды, смартфон деген болды бізде. Сенсейда почему-то менде көбінесе бәрі Дамир сенсей дейді да, по ремонту телефонов. Сенсей по айфону. Сенсей деп қойдым. Во-первых, необычно, қатты именно ремонтқа қатысы жоқ та. И я уже выделяюсь среди конкурентов деп ойлаймын. Так, в принципе, болып қалған сияқты. Да, қойшы. Өсетін нәрсе бар ма? Давай, про финансы да поговорим. Кеттік, финансы бойынша қысқаша бөлісіп кетсеңіз, бізде Так, любой бизнес, кәсіпкерлер қарауы мүмкін, немесе қазіргі кәсіпкерлер қарауы мүмкін, который вообще ақшасын есептемейтін, есептеуге қорқатын кәсіпкерлер бар, андай есептеп қалсам, мен вдруг минустамын, лучше есептемей ақ қояйын. Менде мұндай жағдай болды өзімде. Мен өзіме сезінгенім, ана жерде бір проект болды бізде, апгрейд деген, 11 микрорайон остановкасында. Финансист уже жалаған жоқпын ол жерге, короче. Не хотел я. Финансистер прикол ұстайтын еді, финансист мені көргенде настроение құлайды деп. Солай ғой. Мен өзімді өтіре алдап айтқанда, ол проектке финансист қосқан жоқпын. Бастадым. Бірақ сосын 6 айдыкін шығардым да, минус екен. 6 ай бойы сонда минусқа жұмыс жасадыңыз ба? Мен бірақ кассада ақша бар, мен как будто келіп жатқан сияқты. Сонда жарты жыл өмірін солай өтті. Иә. Сосын адамдарда бүкіл өмірі солай өтуі мүмкін да? Мен өзімді алдадым да, понимаешь, что мені, короче, мен өзімді просто алдап аттым. Финансист алдадым, түсіндім, 6 ай. Бірақ именно сол жерде мен андай, сол жерде прорыв істедім да. Ондай вариант болды, короче, кетіп қалатын, проект жауып тастайтын, или, короче, плюсқа шығатын. Амалдардың бәрін істедім да. Біз оны енді 2 жылда 2 миллион оборот, 2 миллион чистый пайдаға шығардық қой. Мен упаковать сосын оны сатып жібердім. Өте керемет негізі. Бұл проект маған өте қатты ұнайды. Мен енді осы 9 жыл болып маркетинг саласында жұмыс істеп келатқаннан кейін әртүрлі бизнестің ішкі кухнясын білемін да. Кім қалай жұмыс жасап жатыр. И осы жерге келгелі маған өте қатты ұнаған. Бұл проекттің жалпы бірінші бұл позиционированиядан бастасақ. Сіз алдыңызда мына жерде әртүрлі сервистер бар. Сіз именно iPhone, то есть Apple продукцияларына ғана ремонт жасаймыз деп позиционирование, өзіңіздің позицияңызды көрсеттіңіз. Өте керемет, маған ұнайтын бірінші. Екінші, бұл каждый процестің улучшениесі. Жалпы кайдзен негізгі идеясы бұл тұрақты түрде күн сайын аз-аздан үздіксіз даму. Мықты инструмент ол. Үшінші, енді жалпы преимуществоларына келетін болсақ, оригинальные запчасти барлығы. Содан кейін мастерлердің жаңағындай опыттары. Сіздің қанша жыл? 15 жыл. 15 жыл.
15 жыл. Содан кейін тағы нелер бар. Заводской стандарт бойынша барлығы. Качественный шоу. Открытый ремонт. Открытый ремонт. То есть көбінесе клиенттердің болдары, проблемасы іштегі, то есть iPhone ішіндегі запчастьлар ұрланып кетуі мүмкін деген нәрсе бар. Екіншісі, мысалы мен білетін орамалдағы әйелдер бар ғой. Мысалы мен жақында бір досым айтты, мен мамамның телефонын әкеліп тастасам, ішінде суреттерді көріп қалмай ма деген қорқынышы бар да. Сол нәрсе мына жерден көрініп тұрады. Мысалы, үшінші негізі бұл қазіргі айтқанда бүкіл өмір мына жерде ғой. Мысалы мен алдында көшеде телефоным сөніп қалып, қалтамда наличка жоқ, карта ештеңе жоқ. Қаланың шет жағында жүрмін. Я такси тоқтата алмаймын, я тугис қоса алмаймын. То есть қиын да. Получается, бізде бүкіл карта, бүкіл данныйларымыз, бүкіл пароль, бізде бәрі осында. Негізгі осы дұрыс болса, қалғанның бәрі шешіледі да. Жалпы, мысалы, и тағы да бір соңғы сұрақ қойып жіберейінші. Мысалы, негізі әр адамның бұл телефонмен жүру өте маңызды ғой. Сіздерде жаңа замена батарея қанша дедіңіз? Қанша минутта дедіңіз? 40 минутта. 40 минутта, то есть мына жерде отырып, мысалы, бос уақыты болса, 1 сағатта келіп, сізге береді. Телевизордан қарап отырып, кітабын оқып отырып, сізден бір жылдық проблема шешіледі ғой. Еще 1 жыл гарантия бар. Өте супер. Так, осымен бүгінгі бізде рубриканы аяқтаймыз. Өте ұзақ емес, и қысқа да емес деп ойлаймын. И соңында бір розыгрыш жасап жіберсек, осы видеоны соңына дейін қараған адамдардың арасынан, егер де сізге видео пайдалы болатын болса, коммент жазып кетіңіз, өзіңізге не түсіндіңіз, қандай инсайттар болды, или еш нәрсе түсінбесеңіз, просто былай смайлик қойып кетсеңіз болады. Не бере аламыз? Енді адаптер берейік, оригинал. Оригинальный адаптер 3 адамға берейік, да? Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Рахмет.